Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu ma yusidu sawma wa tajibu bihi al-kaffaratu ma'al qada'i. Orazаны бұзып, каффаратты керекті қылатын жағдайлар мa'al qada'i, қазамен бірге. Айтқанымыз сияқты каффараты бар 2 ай. Онымен қоса бір күндік несі бар? Қазасы бар. Жарайды ма? Бір күндік қазасы бар. Уа иснани ва 20 шай'ан, ол оразаны бұзып, әрі каффаратты керекті қылатын жағдайлар 22. Тақрибан ол жобамен дейді, одан да көп болуы мүмкін. Жарайды ма? Иза фа'ала ас-саиму шай'ан минха, осы 22 нәрседен біреуін егер ораза ұстаушы адам жасаған болса, кез келген біреуін, минха таи'ан дегеніміз өзінің қалауымен, мутааммидан әдейлеп жасаған болса, ғайра муттаррин, мәжбүр болмастан. Яғни кейде адам науқастанып қалса, дәрі ішу мәжбүр болуы мүмкін. Дәрі ішу не болуы мүмкін екен? Мәжбүр болуы мүмкін екен. Мәжбүр болмастан осындай нәрсені әдейлеп істеген болса, 22 нәрсенің біреуін, ләзимахул қадау, ол адамға қаза ләзім болады, вәл каффарату, және де каффарат керекте болады екен. Уәхия, ол 22 нәрсе әл-жимау фи ахадис сабилайни алал фаили ва маф'ули бихи. Екі жолдың біреуінен қатынасқа түскен болса, мейлі ол ер адамға да, әйел адамға да не болады екен? Әдейлеп жасаған болса, осыны каффарат керекте болады. Уәшшурбу, әдейлеп Рамазан оразасы кезінде, Рамазан айында әдейлеп ішкен болса, уәл әклу, және де әдейлеп жеген болса, ол кезде каффарат керекте болады. Енді каффарат тек Рамазан айында ғана, Рамазан айында оразасын ұстап әдейлеп бұзған адамға ғана каффарат керек. Мысалы, бір адам Рамазаннан тыс уақытта Рамазанның қазасын өтіп жүрген болса, бірақ әдейлеп ашса, ол адамға каффарат керек па? Каффарат керек емес. Каффарат керек емес. Бұл каффарат деген нәрсе Рамазан айының ішінде оразасын ұстағаннан кейін әдейлеп ашса. Мысалы, бір адамдар не істейді? Ораза ұстамайды. Ол адамға каффарат деген нәрсе бар ма? Жоқ, каффарат деген нәрсе. Демек, ораза ұстамау сондай бір ауыр күнә екен, оның каффаратта жоқ екен. Ал бұл каффарат деген нәрсе тек қана Рамазан айының ішінде сәресіден бастап оразасын ұстаған адамның әдейлеп оразасын ашса, сол кезде ғана каффарат керекте болады. Енді жаңағы ішіп жейтін нәрселер, сауаун фихи, жаңағы оразаны ашатын нәрселер, мә ютағазза бихи, ол мейлі тамақ болсын, ау ютавада бихи, мейлі ол онымен жаңағы дәрілік ретінде қолданылатын зат болса дағы, сауаун, айырмашылық жоқ дейді. Ешқандай айырмашылық жоқ екен. Әдейлеп істеген болса, қазамен бірге каффарат керекті болады. Вабтилау матарин дахала иля фамихи, аузына кірген жаңбырды, немесе бұршақты, немесе қарды әдейлеп жұтқан болса, не керек болады? Каффарат керекті болады. Және де уәәкүлу лахмин найи, шикі етті жегсе, уәйн кәна мунтинан, мейлі ол истенген болса дағы каффарат керекті қалады екен. Себебі кейбір адамдар несе деген шикі етті жеу әдетінде бар екен. Илля иза дауада, егер ол ет құттап кеткен болса, ол кезде каффарат керекті қылмайды. Себебі айтқанымыз сияқты, адам жейтін нәрседе тәбетін ашып жейтін нәрсе болу керек. Ал тәбеті ашып жемейтін нәрседе ол кезде каффарат жоқ. Истенген етті бәлки бір адамдар несеуі мүмкін, әдетінде сондай жеу ықтимал екен. Жақсы, демек каффараты керекті қылатын нәрселерде тәбеті бар адам өзінің қалауымен жейтін нәрсе. Уәкул шахми фи ихтияр фақих Аби Лайс
Әбу Лайс Самарқанди рахимахулланың таңдауы бойынша ішмайды да жеу кафаратты керекті қылады. Ва қадимил лахми бил иттифақ. Иттифақ, яғни ғалымдарымыздың бәрі келіскен, кептірілген етті жеу бұл кафаратты керекті қылады. Ва ахлул хинтати ва аклул хинтати. Бидай данасын жеу. Ва қадмуха, және де тісімен үгітіп жеу кафаратты керекті қылады. Илля ән ялдымада қамхатан, тек қана бір бидай данасын алып шайнады. Фаталашат, ол бидай данасы не болып кетті? Жоқ болып кетті, езіліп кетті. Мысалы, бір бидай данасы бар, тісіне шайнады, езіліп жоқ болып кетті. Бұндай жағдайда кафарат керекті қылмайды екен. Вабтилау хаббати хинтатин. Бір бидай данасын жұту дейді. Әу симсиматин, немесе бір сусам данасын әдейлеп жұту. Әу нахуиха мин харижи фамихи фил мұхтар. Мұхтар көзқарасы бойынша аузының сыртынан келген осындай нәрселерді әдейлеп жұту не болады? Аузына кірген осындай нәрселерді жеу, жұту, бұл кафараты керекті қылады. Ағылма? Бұл кафараты керекті қылады. Ва аклу тайнил армании мұтлақан. Армани, топырағы деген топырақ бар екен. Соны жеу кафараты керекті қылады. Себебі оны не үшін қолданылады? Көбінесе дәрі іспеттес. Дәрі ретінде сол топырақты қолданады екен. Мұтлақан деген сөз мейлі ол әдетте желінсін, мейлі желінбесін. Себебі дәрі ретінде қолданылатын болғандықтан бұғанда кафарат керекті болады. Ватини ғайрил әрмәнии каттифли. Мысалы, балалар жейтін әдеттегідей әрмәниден басқа топырақ түрі болса, кез келген батпақ топырақ, егер әдетінде соны жеу болған болса, ол кезде кафарат керекті қылады. Яғни, мысалы, бір адам батпақты жейді, оның әдеті. Немесе бір адам от жанғаннан кейін соның күлін жеп жатады. Әдетінде күл жеу бар. Демек, бұл адамға не керекті болады? Кафарат керекті болады. Кафарат керекті болады. Неге себебі? Бұл өзінің қалауымен және де тәбеті ашылып жейді екен бұл нәрселерді. Мұхтар көзқарасы бойынша азғантай не жеу? Тұз жеу кафаратты керекті қылады. Себебі әрбір адам азғантай тұз жейді. Бірақ көп тұз жесе кафаратты керекті қылмайды. Себебі көп тұзды адам қасықтап немесе кеселеп тұз жейла ма? Жемейді, дұрыс па? Адам қасықтап, кеселеп тұз әдетінде емес. Демек, бұндай жағдайда кафаратты керекті қылмайды екен. Уабтилағу бузақи зәужатихи, әйелінің түкірігін жұту, әдейлеп. Әу садиқихи, досыныкінде жұтса кафарат керекті қылады. Ла ғайрихима, екеуінен басқасында кафарат керекті қылмайды екен. Уаклуху амдан, әдейлеп жебішсе, неден кейін? Ба'да ғибатин, ғайбат еткеннен кейін, оразан бұзылды деп әдейлеп ішіп жеген болса, ау хижаматин немесе хижама жасатқаннан кейін оразан бұзылды деп әдейлеп ішіп жеген болса, ау мәссин немесе мүшесін ұстағаннан кейін әдейлеп бұзылды деп ойлап әдейлеп ішіп жеген болса, ау қубулатин би шахуатин, шахуатпен сүйгеннен кейін әдейлеп оразан бұзылды деп ішіп жеген болса, бұл кезде не болады? Кафарат керекті болады. Ау бa'да мудажаатин мин ғайри инзалин. Инзал болмасын, әйелмен бірге жатқаннан кейін, яғни қосылмай бірге жатқаннан кейін оразан бұзылды деп әдейлеп ішіп жеген болса, не керекті болады? Кафарат керекті болады. Ау бa'да дәхни шарибихи заннан аннаху афтара бизалика. Немесе ау бa'да дәхни шарибихи, мұртындағы бір май тамағына кетіп қалды, кейін ойлады афтара залика бизалика, бұл нәрсемен ораза бұзылды екен деп ойлап ішіп жеген болса, кафарат керекті қылады. Илля, мына жағдайда кафарат керекті қылмайды. Иза афтаху фақихун, бір фақихтың пәтуасын
сай амал етіп жасаған болса. Мысалы, Ханбали мазхабында хижамадан кейін ораза бұзылады деген пікір бар екен. Сол мазхабтың пәтуасын алып, хижамадан кейін ораза бұзылады. Немесе хадиске сүйеніп, хадисте мысалы ораза ашқан, ғайбат еткен адамның оразасы ашылды деген сияқты тағы басқа келген хадистерге сүйеніп, ораза әдейлеп, оразам ашылды деп ішіп жеген болса, ол кезде каффарат не істемейді? Керекті қылмайды. Себебі бір ғалымның пәтуасына сүйеніп тұр, немесе бір хадис келіп тұр сол жайында. Ярай ма? Әу самиал хадиса, немесе бір хадисті естіді, уәләм яриф тәуиләху алал мазхаб. Сол мазхабта оның тарифін жаңағы несін білмейді, ашықтамасын білмейді хадистің. Мысалы, Ханафи мазхабында мынандай хадис келген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан афтарал хаджиму вал махджуму, хижамат жасаушы да жасатылғанда оразасын ашты деген хадис бар. Ханафи мазхабында бұған қалай тәуил жасаған, ашықтама берген? Егер әлсіреп қалатындай жағдайда болған кезде хижамат жасату бұл макрух, яғни оразаның сауабын кемдет деп ашықтама берген. Басқа мазхабтар демек, Ханафи мазхабы болсын, немесе хадистің ешқандай мағынасын білмейді, осындай бір хадисті естіп алды, хижамат жасағаннан кейін ораза бұзылады екен деді. Сөйтіп оразасын ашқан болса, ол адамға каффарат керек емес. Уәйн арафта тәуиләху, ал енді Ханафи мазхабының адамы, мысалы, хадистің тәуилін біледі. Хижама жасатқаннан кейін, ғайбат айтқаннан кейін, әлбетте ауыр күні ғайбат айту, бұдан кейін ораза ашылмайтындығын білген адам, уәжабат алейхи каффарат, ол адамға каффарат уәжіп болады. Неге? Себебі біле тұра бұл нәрсені әдейлеп жасап атқандығы үшін. Уәтәжибул каффарату аля мен таваат мукрахан. Уәтәжибул каффарату, каффарат міндет болады кімге? Аля мен таваат, өз қалауымен қатынасқа түскен әйелге. Бірақ мукрахан күйеуі, не істелген? Мукрах деген сөз күйеуі күштеліп жасалған. Яғни күйеуіне күштеп біреу айтқан, әйелімен күшті қатынасқа боласын деп. Бірақ әйелі таваат деген сөз өзінің қалауымен жасаған болса, күйеуіне каффарат керек емес, әйеліне не керек болады? Каффарат керек болады. Жарай ма? Бұл жерде күйеуі мәжбүриленген, күштеп жасалған, әйелі өзінің қалауымен істеп тұр. Күйеуге каффарат керек емес, әйеліне каффарат керек те болады. Жарай ма? Күйеуі мәжбүрленген. Иә, күйеуін басқа біреу солай айтқан. Жарай ма? Енді кейде, мысалы, бір адамға каффарат міндет болды, бірақ артынша каффарат мойнынан түсетін жағдай болады екен. Фаслун фил каффарати ва ма юсқитуха ани зиммати ба'дал уджуби. Мынандай жағдай бар екен. Мойнына каффарат міндет болғаннан кейін каффарат мойнынан түседі. Каффарат мойнынан түседі. Ол қандай жағдай? Тасқутул каффарату, каффарат мойнынан түседі. Би туруи хайдин. Демек, би туруи хайдин, хайыз келсе дейді. Әу нифаси, немесе нифас келсе. Әу марадин, немесе науқас болса. Қандай науқас? Мубихин ил фитри фи яумихи. Сол күн ішінде оразан ашуға мәжбүрлейтін бір науқастық болса, оразан ашпаса болмайды. Ол кезде адамның мойнынан каффарат түседі екен. Яғни, мысалы, адам әдейлеп ішіп жеді, бір әйел адам, мысалы. Каффарат міндет болды ма? Міндет болды. Бірақ артынша хайыз келді. Каффарат мойнынан түседі. Себебі бәрібір де оразасын не істейтін еді? Ашылатын еді. Немесе нифас, яғни әдейлеп ашты әйел адам, артынша бала болсан, баласы дүниеге келді. Бәрібір де оразасын не істейтін еді? Ашылатын еді, дұрыс па? Немесе бір адам
әдейілеп ішіп жегеннен кейін кафарат керекті болды енді. Сосын сәлден кейін не істеді? Науқастанып қалды. Мәжбүри дәрі ішу керек. Бұл адамның мойнына да кафарат түседі екен. Кафарат керек емес. وَلَا تَسْقُطُوا عَمَّنْ سُفِرَ بِهِ كُرْهًا. Ал енді мына адамнан кафарат мойнынан түспейді. وَلَا تَسْقُطُوا عَمَّنْ سُفِرَ بِهِ كُرْهًا. Мәжбүрлеп сапарға шығарылған адамнан кафарат түспейді екен. Ба'да лузумиха, неден кейін бірақ кафарат міндет болғаннан кейін. Ба'да лузумиха алейхи фи захири риуая. Захир риуаяның көзқарасы бойынша міндет болғаннан кейін кафарат. Бір адам мәжбүрлеу сапарға шығарылса, кафарат мойнынан түспейді. Неге мойнынан түспейді? Себебі бұл Алла Тағала тарапынан келген нәрсе емес. Адам тарапынан келіп тұр. Хайыз болсын, нифас болсын, науқастық болсын, Алла тарапынан келеді, дұрыс па? Ал бұл нәрсе адам тарапынан келіп тұрған үшін кафарат мойнынан түспейді екен. Кафарат өтеу керек. Уәл-кафарату, кафарат немен болады? Тахриру рақабатин. Біріншісінде шарты не екен? Кафараттың қол азат ету керек. Әлбетте бұлар ретімен болу керек. Енді күнімізде кафарат өтеу үшін құл жоқ. Егер ол құл жоқ болса, уәләу канат ғайра муъминатин. Ол құл муъмин болу шарт емес дейді. Муъмин болмаса дағы кез келген бір құлды азат еткен болса, кафарат мойнынан түседі. Фәин аджаза анху, құл азат етуге шамасы келмесе, сама шахрайни мутатабиайни. Не істеу керек екен? Арасын үзбестен 2 ай ораза ұстау шарт. 60 күн деп алу дұрыс емес, қате болып қалады. 2 ай деген дұрысырақ, себебі кейде 2-29 күнге келіп қалу мүмкін, қамари ай бойынша. 58, 59, 60 күнге шығып кету мүмкін. Сондықтан 2 ай деген дұрысырақ болады. Арасын үзбестен 2 ай ораза ұстау. Лайса фихима, осы 2 айдың ішінде болмау керек. Яуму айдин, айт күндері, уәла айяму ташриқи, ташриқ күндерде болмау керек. Яғни 2 айт күні және ташриқ күндері. Ташриқ 3 күн, 2 айт, бір-бірден 2 күн, сонда 5 күн жылда ораза ұстау тахримі макрух болады. Адам есептеу керек, тәк Рамазанға сәйкес келіп қалмау керек деген сияқты. Не істеу керек екен? Мысалы, құрбан айтқа сәйкес келіп қалмау керек. Құрбан айтта айт күні бар, ташриқ 3 күні бар, 4 күн бар. Осылар не болмау керек екен? Қосылмау керек. Енді 2 ай ораза ұстауға шамасы келмесе ше. Фәин лам ястати' ас-саума. Ораза ұстауға да шамасы келмеді. Не себептен болуы мүмкін ораза ұстауға шамасы келмейді? Ауру себепті болуы мүмкін, немесе өте қартайған қарт адам болуы мүмкін. 2 ай үзбей ораза ұстауға шамасы келмейді. Ол кезде ат'ама ситтина мискинан, 60 мискінді тамақтандырады. Юғаддихим, таңғы асын, вә юашшихим, және кешкі тамағын беріп отырады. Демек, юғаддихим деген таңғы ас, вә юашшихим деген кешкі ас. Ғадауан вә ашан, таңғы уақытта және де кешкі уақытта беріледі екен. Демек, шариғатта, исламда 2 тамақ, 2 уақыт тамақ болады екен. Таңғы ас және кешкі ас. Түскі ас деген нәрсе болмайды екен. Бізде түскі ас бар, сосын 5-ші шайы бар. Көп қой, дұрыс па? Жатар алдында бір шай ішіп жату деген нәрсе көп екен. Ғадаан ва айшан, кешкі ас, таңғы ас мушбиайни, тоятындай дәрежеде болу керек екен. Таңғы асын, кешкі асын тоятындай дәрежеде алып беру керек. Әу ғадайни, немесе 60 адамды таңғы асын алып берсе болады. 2 таңғы ас. 2 күн таңғы асқа шақырады. 60 адам бар ғой. 2 күн қатарынан таңғы асқа шақырады. Әу ашайни, немесе 2 күн қатарынан қандай асқа шақырады? Кешкі тамаққа шақырады.
Онда да болады екен. Түсіндіре ғой бұл жерде, иә? Мысалы, бір күн таңда, бір күн кешке бермейсің. Қатарынан бүгін таңда бердің, ертең таңғы ас бересің. Немесе қатарынан бүгін кешке бердің, ертең де кешке бересің, да? Әу ашаан ва сахуран, немесе сәресі, сосын кешкі ауызаша беруге де болады екен. Сәресі кешкі тамақты берсе де болады екен. Енді бұл жерде бір шарты бар. Міндетті түрде таңғы ас таңда бердің ғой 60 адамға. Енді кешкі адам міндетті түрде сол кешкі таңғы аста берген 60 адам болу шарт. Мысалы, таңғы аста 60 адамға бердің, иә? Кешкі аста одан басқа 60 адамға берсең, немесе одан басқа 30 адамға берсең бола ма? Болмайды. Таңғы асты ішкен адам 60 адам. Кешкі ас міндетті түрде сол адамдар болу керек. Басқа адам болмайды. Немесе тек мынандай жағдайда болады. Бір пақырды, бір адамды 60 күн бойы тамақтандырасың. Таңғы асын алып бересің, кешкі асын алып бересің. 60 күн бойы. О да бола береді. Әу немесе юғти күллә фақирин, әр фақырға береді нисфа саин мин буррин. Арпадан бур деген не? Бидайдан жарты са бидай береді. Жарты са дегеніміз шамамен 2 килограмм. Әу дақиқихи немесе бидайдың ұнынан. Әу сауиқихи немесе бидайдан жасалған неден? Талқан. Жарты са көлемінде береді. Әу са'a тәмри немесе 1 са бидай береді. Әу ша'iри немесе 1 са. Ша'ир дегенде арпа береді, жарай ма? Әу қиматаху немесе бұның құнын берсе де болады екен, есептеп. Демек осындай жазалары бар екен. Енді кейде мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, бір Рамазан айының ішінде 2 рет кафарат керек жағдайлар болды. Мысалы, бір Рамазан айында 2 рет әдейіліп ішіп жесе. Нешелігін ұстау керек негізінде? 2 рет ішіп жеді, әдейіліп. Бір кафарат ұстауының бәрін алып көтерді. 2 рет әдейілеп ішіп жесе қанша күн болады негізінде? 2 рет негізінде 4 ай болмай ма, дұрыс па? Енді осы кезде қалай болады? Осыны айтады. Ва кафаратун вахидатун, бір кафарат жетеді дейді. Мин ан жимаин, қатынастан кейін ва аклин, бір рет қатынасқа түсті, әдейіліп ва аклин бір рет ішіп жеді. Мутааддидин фи айямин, бірнеше күндерде бірнеше рет осыны қайталанған болса, және де ләм ятахаллалуху такфирун, бұл аралықтың ішінде ешқандай кафарат уақыт кетпеген болса, вәләу мин рамаданайни аля сахи көзір бойынша 2 Рамазан айында болса дағы бір кафарат жетеді. Яғни мысалы, бір Рамазан айының ішінде 3 рет әдейілеп оразасын бұзды. Немесе, мысалы, 2 жылда 4 рет кафарат керек болатын жағдай болды. Бірақ арасында бір кафаратпен толықтырған жоқ. Бір кафарат 4-еуінде не істейді екен, жетеді. Ал былай болса, мысалы, Рамазан айында 2 рет кафарат керек болатын жағдай болды. 1 рет кафаратын өтеп қойды. Онан кейін келесі Рамазан тағы осындай жағдай болды. Онда тағы да ол екеуі үшін не істеу керек болады? Келесі жасаған үшін кафарат керек болады. Ал алдындағы айларға жасамаған болса, мысалы, бұрын айталық 2-3 рет кафараты болған болуы мүмкін. Бір кафарат барлығына жетеді екен. Фаин тахалал такфиру, егер кафаратын өтеп қойған болса, ла такфа кафарат вахидатун фи захиру ривая. Захиру риваяның пікірі бойынша бір кафарат жеткіліксіз дейді. Жаңа айтқанымыз сияқты, мысалы, өткен жылы кафаратын өтеп қойды, енді осы жыл тағы да бір кафарат жасады. Осы жылғы кафарат үшін тағы да кафарат не істеу керек болады? Өтеу керек. Себебі өткен жылғы жауып қойған еді.
Ал егер өткен жылдың кафаратын өтемеген болса, онда биылғымен қосып бір рет кафарат не болады? Жеткілікті болады. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.